Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Балнұр. Бүгін балаларға ерекше әдемі болып шығатын 20 минутта әзірленетін ұя печеньесін дайындайтын боламыз. Алдағы уақытта каналымда шыққан жаңа рецепттерді жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызды осылайша електен өткізіп, жақсылап дайындап алатын боламыз. Електен өткізілген ұн жұмсақ әрі әдемі болып көтерілетін болады. Сол үшін осылайша електен өткізіп алғандарыңыз дұрыс. Осылайша електен өткізілген ұнымызға қант ұнтағын шамамен қосатын боламыз. Қанша қажет екені төменде описание бөліміне қалдыратын боламын. Қант ұнтағынан кейін какао ұнтағын қосатын боламыз. Осылайша барлығын жақсылап араластырып, құрғақ ұнтақтарды ұнмен араластырып, оның үстіне ұн қопсытқышын 1 шай қасықтай салатын боламыз. Осылайша барлығын араластырып, шым-шым тұз және сармайды салатын боламыз. Егер де бөлме температурасында болған сармай болса, ол кезде араластыруға ыңғайлы, ал егер салқындатылған сармай болса, онда үккіштен өткізгендеріңіз жөн. Мінекей осылайша қолдың көмегімен барлығын жақсылап араластырып, сармайымызды ертіп алатын боламыз. Үккіштен өткізгендеріңіз жөн, себебі жақсы еритін болады. Осылайша құрғақ ұнтақтарға 1 дана жұмыртқа салдым, немесе 2 дана қосуға да болады. Өздеріңіздің қамырдың мөлшеріне қарай салатын боласыздар. Мінекей осылайша дайын болған қамырымызды жақсылап басын біріктіріп, әдемілеп күлше жасап алатын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, немесе қатты да болып кетпеу керек. Мінекей осылайша қолдың көмегімен күлшемізді дайындап алатын боламыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шықты. Ендігі кезекте дайын болған күлшемізден шағын шар тәріздес қылып домалақ форма жасап алатын боламыз. Мінекей осылайша домалатып бірнеше шариктер шығаратын боламыз. Мінекей осылайша қолдың көмегімен бірнеше дана форма шығарып алатын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай, балаларға ұнайтын печеньенің бір түрі, қолда бар затпен дайындалатын, жылдам әрі оңай. Мінекей осылайша бірнеше форманы шығарып алып дайындайтын боламыз. Арнайы профильге пергамент қағазын төсеп, дайын болған формамызды сарымсақ езетін қысқышқа салып, ұя печенье формасын әзірлейтін боламыз. Шамамен бір печеньеге 3 дана шарикті қолдандым. Одан үлкендеу немесе кішілеу қылып жасауға да болады. Өз қалауларыңызға қарай печенье формасын үлкейтуге немесе кішірейтуге болады. Мінекей осылайша бірнеше печеньенің формасын қайталап шықтым. Осылайша бір формаға барлық печеньемізді сыйғанша әзірлеп алатын боламыз. Келесі профильге басқаша үлгіде печенье жасауға болады. Өз қалауларыңызша ет тартқыштан немесе үккіштен өткізіп, печеньенің формасын әртүрлі қылып жасауларыңызға болады. Барлығын осылай дайындап алғаннан кейін пешке салмастан бұрын ең алдымен ортасына салма салуға ыңғайлап осылайша жасап алатын боламыз. 170 градуста 20 минут пісіріп алатын боламыз. Дайын болған печеньеміздің бетіне осындай қоюлатылған сүтті қосатын боламыз. Немесе нутелла шоколадтарды салсаңыздар да болады. Барлығын осылай салып шыққаннан кейін ендігі кезекте бетін әдемілеп әсемдейтін боламыз.
бетіне әсемдігі үшін осындай әртүрлі түстегі шоколадтарды қолдансаңыздар болады, немесе ММДеністі пайдалансаңыздар да болады, өте әдемі болып шығады. Видеом ұнап жатса лайк басып, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.